тақырыбында қазір вебинарымызды бастауға рұқсат етіңіздер. Және 9-шы сынып оқушыларымен ББЖ тапсыру бойынша қандай талаптар қойылады, соған көңіл аударыңыздар. Қандай бұйрыққа сәйкес 2021 жылғы 5 мамырындағы 204 бұйрығына сәйкес Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2021 жылы 11 мамырдың номері 22711 номері болып тіркелінді. 27.06.23 жылы 183 бұйрығымен өзгерістер енгізіліп, толықтырулар енгізіліп отыр. Бірінші қосымшаға сәйкес оқушылардың білім жетістігін мониторинг жүргізу бойынша. Енді жалпы ережемен танысайық. Бұл мемлекеттік білім алушылардың білім жетістігін мониторинг жұмысы қалай өтеді? Бұл 4-ші сыныптар бойынша және 9-ші сыныптар бойынша біздің оқып жатқан тіліміз қазақ тілінде жүргізіледі. Тест тапсыру уақыты мен мазмұны туралы айтайын. Сіздерге тест 4-ші сыныптар оқушыларына тест құрылымы төмендегідей. Оқу сауаттылығынан 10 тест сұрағы келеді, математикадан 12 тест сұрағы келеді, жаратылыстанудан 8 тест тапсырмасы беріледі. Бұл жерде барлығы жауап беретін тесттің орындалуы 75 минут, 1 сағат 15 минут уақыт берілген. Максималды балл 30 балды жинау қажетсіздер. Енді тест уақытысында тест алмас бұрын сіздер енді әр ай сайын оқушылармен ББЖ-ға дайындық жұмыстарын жүргізіп отырсыздар. Жалпы тестті біз компьютермен тапсырамыз. Сіздер парақпен немесе компьютерлармен, ұялы телефондармен тесттарын алып, оқушылардың осы уақытқа дейін жұмыстарын зерделеп келесіздер. Қандай да бір сұрақтарыңыз болса, соған жауап беруге біз дайынбыз әкімшілік тарапынан. Енді қыркүйек айынан бастап біздің өзіміздің осы ББЖ-ға байланысты жоспарымыз құрылды. Жоспар барысында әр айға ең бірінші біз ата-аналар жиналысын өткізіп ББЖ туралы қыркүйек айында түсіндірдік. Одан кейін біздің оқушылармен тәрбие сағатында осы ББЖ-ның қалай жүргізілуі туралы сіздермен түсіндірме жұмыстары жүргізілді. Содан кейін барып сіздердің оқу графиктеріңіз әр сабақтың алдында 4-ші сыныптар бойынша Тоқтар Динара, Байзақова Жанат, Пернебекова Ақмарал, Борықбаева Майнұр, Сейткерова Әлия, Какиева Жанна, Нұрғожаева Динара, Шыныбаева Жанара апайларымыз осы оқушылармен төмендегідей жұмысын график бойынша жүргізіп келеді. Осы уақытқа дейін. Ай сайын сіздер сағат 12-ден 12:45-ке дейін осы бөлінген кабинеттерде ББЖ-ға дайындық жұмыстарын жүргізіңіздер. Енді осы төмендегі мониторингқа қарап отырсақ, әр пән бойынша біз оқушылардың алған жұмыстарын төмендегі мониторингқа салып зерттеп отырмыз. Жалпы ББЖ-ға балалардың дайындығы жаман емес. Енді сәуір айында өтетін ББЖ-да сіздерге арнайы сыныптар, арнайы балалар жылымен сол кезде қосымша сіздерге хабарлап айтатын боламыз. Осы ББЖ бойынша сұрақтарыңыз бар ма? Балаларды оқытып жатқанда қиналған жерлеріңіз, сұрақтарыңыз болса, сұрауға болады. Кешекке 1-ші сыныптан бастап ББЖ-ға дайындықты күшейтіңіздер. Бұл жылда өтілетін мемлекеттік емтихан болып табылады. Рахмет, назарлар. Сұрағым бар еді, Динара Кемна. Біз енді 4-ші сынып болған соң, мына ББЖ-ні тапсырамыз ғой. Сол кезде балалар мына интернетті кішкене нашар болып жатыр. Соткаларын, компьютердан көреміз, сол кезде интернет желісі нашар. Соны біз қағаз жүзінде алсақ болады ма? Жоқ әлде сол немен тапсыру керек па? Динара Тоқтарқызы, сіз 4-ші сыныптың мұғалімі. Сіздер өзіңіз жалпы мектепте жұмыс жасап жатсыздар. Шынымен де біздің ауылымызда тұратын тұрғылықты орнымызда интернет желісі нашар, мектебімізде нашар. Сол проблеманы шешу үшін біз сіздермен қазір өзіміздің жеке мобильді қосымша точкаларымызды қосып жұмыстар жасап жатырмыз. Енді бұл емтихан күндері әрине бізге көбінесе ата-аналар көмектесіп жатыр. Сондай жағдайларда біз енді қазір алып дайындық жұмыстарын жасап жатырмыз.
енді дәл сол күні интернеттің күшейтілуіне мектеп тарапынан, аудан тарапынан көмектер болады деп мен ойлаймын. Қағаз вариантта болмайды, тек қана біздің БВЖ жұмысымыз электронды түрде жүреді. Менің сұрағым бар еді, Динара Кемна. Осы біз төрттер үнемі БВЖ тапсырмасын орындап жатырық қой. Соны біз енді негізгі пәндерге үнемі қосып отырамыз ба? Сол жайында сұрайын деп едім сізге, талқылап әрбір несін келген. Сұрағыңызға рахмет, Ақмарал Қоңыратқызы. Сіз 4-ші Б сыныбында сабақ беріп жүрсіз. Күнделікті қымызыңызда мен бақылап жүрмін сіздің әдебиетті оқу сабағынан, математика оқу сабағынан және жаратылыстану сауаттылығынан сіздер күніне 5-10 тапсырма қосып жүрсіздер. Сол жұмыстарыңызды жалғастырасыздар. Бұл жұмыс қыркүйек айынан бастап жүргізіліп жатыр. Жылдың соңына дейін осылай жалғасады. Келешекте де әріптестер, егер сіздерде 4-ші сынып болатын болса, міндетті түрде БВЖ-ға тапсырмаларын қосуды ұмытпаңыздар. Рахмет.